Қазіргі тақырыбымыз жарнама сату нарық деп аталады. Нарықтық экономика және нарықтық қатынастар қызметінің негізгі ретінде тауар ақша қатынастары болып табылады. Сондықтан нарықты шаруашылықты тауарлық өндірістің дамуындағы оның ең жоғары сатысы ретінде қарастыру қажет. Нарықтық экономика пайда болуға негізделеді. Нарық пен нарықтық қатынастардың мәнін нарық ұғымының екі түрі мағынасында қолданылатын ескере отырып анықталған жөн. Біріншіден, өзінің төл мағынасындағы нарық айырбас айналыс сферасындағы өнімді сатуды өткізуді білдіреді. Екіншіден, нарық адамның арасындағы өндіріс, бөлу, айырбас және тұтыну процесін қамтитын экономикалық қатынастар жүйесі болып табылады. Нарық меншіктің әртүрлі пішінінен тауар ақша байланыстары мен қаржы несиесі жүйесі пайдалануға негізделген экономикалық қызметінің күрделі нарықтық механизм ретінде таңбаланады. Айналыстан басқа нарық және нарықтық қатынастары төмендегілерді қамтиды. Мысалы, екі субъекті арасындағы өзара қатынастың нарықтық негізіндегі іске асыру көзделген. Фирмаларды, кәсіпорындарды және экономикалық басқа да құрылымдарды жалдауға байланысты орын алатын қатынастар. Біріккен, мысалы, кәсіпорындардың шетел фирмаларымен арадағы айырбас процестері, еңбек биржасы арқылы жұмыс күшін жалдау және пайдалану процестері, белгілі бір процеспен несие берудегі несиелік қатынастар, тауар, қор, валюта биржаларын қамтитын нарықтық информ құрылымның қызметін жүзеге асыру процесі, тағы басқалар. Нарықтың қатынас шараларын екі топқа бөлуге болады. Біріншісі, нарықтың және нарықтық қатынастардың саяси, идеологиялық және философиялық мазмұнын ашып көрсетуге негізделеді. Бұл орайда нарықтың негізгі сипаттары ретінде төмендегілер қаралады. Мысалы, А. Нарықтық кәсіпкерлердің еркіндігі және мемлекеттің шектеулі рөлі негізделген қоғамдық өндірісті ұйымдастырудың тәсілі. Осы түрде нарық орталықтарындағы жоспарлау және әкімшілік реттеу әдістерін қолдануға сүйенетін ұйымдастырудың тәсілдеріне қарсы тұрады. Келесісі Б. Нарық шаруашылықты жүргізуші субъектілердің қабылдаған шешімдерінің критерийлерін және субъектілер арасындағы қарым-қатынастардың сипатын анықтайтын олардың әрекет ету тәсілі. В. Келесі нарық шаруашылық қызметтеріне қалыптастырудың тиісті нарықтық көзқарасын қалыптастыратын ойлау тәсілі. Нарықтық ойлау. Нарықтық ұғымның түсініктемелерін екіншісі көзқарас оның нақты экономикалық мазмұнын ашып көрсетуге негізделеді. Нарық тауарлар мен қызмет көрсетушілердің әрқилы түрлеріне сұраныс пен ұсыныстардың арақатынасын анықтауға мүмкіндік беретін механизм ретінде түсініктемелерде. Экономика ғылымдарында нарық ұғымы екі түрлі мағына береді. Мысалы, біріншіден, ол айналысып сфераның синонимі және екіншіден белгілі бір қоғамдық қатынастарды көрсететін экономикалық категория ретінде пайдаланады. Атап айтқанда, нарық тауар өндірушілер мен тұтынушылардың арасындағы айырбастық қатынастардың жиынтығы. Нарық адамдардың тауарды өнімді өткізу және оларға сіңірілген еңбектің қоғамдық сипатын түбегейлі мойындау ісін
жүзеге асыратын айырбас сфераларындағы әлеуеттік экономикалық қатынастардың жиынтығы болып табылады. Жалпылама түрде нарық ол өнімді сатып алу менен сатудың және өнімді өткізу шарттары актілерінің жиынтығы, немесе Карл Маркстың сөзімен айтқанда жаңа ғана аяқталған өндіріс пен әлі басталған тұтынушының арасындағы аралық саты болып табылады. Назарларыңызға рахмет.